Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз 8-ші сыныптар үшін 2-ші тоқсан бойынша 90-дық жиынтық бағалау тапсырмаларын талдайтын боламыз. Бұл бізде бірінші нұсқа. Олай болса, тапсырмаға көшейік. 5 грамм магний оксидіндегі молекулалары санын табыңыз. Бұл үшін біз зат мөлшерін тауып алайық. Масса бөлінген молярлық масса. Үлкен М магний ионы табайық. 24 қосу 16, 45 граммды бөлеміз 40 грамм мольге. Сол кезде бізде 0,125 моль шықты. Енді бөлшек молекула саны N тең N көбейтілген Na. 0,125 мольді көбейтеміз 6/100-ден. 2 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі. Сонда бізде мына жерде түзіледі 0,75-те 25 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі. Келесі тапсырма 2 моль күкірт қышқылының массасын есептейміз. Масса тең N көбейтілген молярлық масса. М H кесу 4 бізде тең болады. 2 қосу 32 қосу 64 98 2 мольді көбейтеміз 98 грамм мольге. Бұл жерде моль мен моль қысқарады. Сол кезде 196 грамм шығады. Келесі тапсырма парниктік әсердің бір себебін көрсетіңіз. Бұл жерде тұрмыстық қалдықтар мен қоршаған ортаны ластау. Келесі экзотермиялық реакцияны анықтаңыз. Сілті мен қышқыл арасында. Бұл жерде бұл жатпайды. Көміртек оксидінің ыдырау реакциясы, сутектің оттекпен әрекеттесуі, көмір қышқыл газының ыдырауы. Бұл жерде сутектің оттекпен әрекеттесуі. Келесі тапсырма оттекпен әрекеттесу нәтижесінде 10 грамм натрийден түзілген натрий оксидінің массасы мен зат мөлшерін табыңыз. Натрий оттекпен әрекеттесіп, бізде натрий 2 оны береді. Натрий 2 О 2 жерге 4 түседі. Енді зат мөлшерін табайық. Зат мөлшері натрий масса бөлінген молярлық масса 10 грамм бөлеміз 23 грамм мольге. Сонда 0,143-те 48 моль шығады. Моль. Енді мына жерде 4 моль әрекеттескенде 2 моль натрий оксиді әрекеттесті, яғни 4-те 2 немесе 2-де 1 қатынасты. 4-те 2 қысқарып кетеді, 2-де 1 қатынасты. Енді N натрий 2 О тең болады. Бұл жерде 0,43-те 48 мольді бөлеміз 2-ге. Сонда 0,121-де 74 моль шығады. Енді зат мөлшерін таптық. Масса натрий 2 О тең болады. Зат мөлшерін көбейтеміз. Молярлық массаға 0,21-де 74-ті көбейтеміз. Мына жерде
62 грамм мольге грамм моль грамм мен грамм қысқарады да, мына жерде 13,48 грамм қалады. Келесі тапсырма бізде сәйкестендікті орнату керекпіз. Так, біріншіде хлор-2 қосу O2-де, хлор-2 O7-де 2-1-2 болады. 2-1-2. N2 қосу H2NH3-де 1-3-2 болады. 1-3-2. Так, мына жерде A, B, C, D деп белгілеп алайық. Так, мына жерде 1, 2, 3, 4. 1 A. Так, немесе 1, 2, 3, 4 A, B, C, D деп алайын. 1 A, 2 C, енді 3 CO плюс O2 CO2 2-1-2 болады бұл жерде. 2-1-2 қатынас. 2-1-2 бірдей жауап 2 болып тұр мына жерде. Так, енді сәйкестендіру керек бізде неде 1, 2, 3, 4 неге A, B, кейін V, G деп қойын. Бірде хлор-2 O2, хлор-2 O7 болған кезде бірде 2, 7, 2 болады. Так, 1 B болады. Келесі 2-де N2 плюс H2 NH3 кезде 2-1-2 болады. 2-1-2, так, жоқ. 1, 3 және 2 болады. 1, 3, 2, 1, 3, 2, 2 V болады. Үшінші H2, так, CO плюс O2 бұл жерде 2-1-2 болады. A болады. Төртінші H2 хлор-2 H хлор 1-1-2 болады. Бұл Г жауабы дұрыс бұл жерде. Келесі тапсырма суретте агрегаттық күй берілген бізде. Енді мына жерде біріншісінде бұл газ, екіншісі ортаңғы суреттегі сұйық. Мынау қатты. Енді бізге сұйық күйден қатты күйге өткен энергияның өзгеруін бөлшектердің кинетикалық теориясы тұрғысынан түсіндіріңіз. Сұйықтан қаттыға өткенде энергия бөлінеді. Себебі бөлшектердің кинетикалық энергиясы төмендеп реттелген құрылым түзеді. Құрылым түзеді. Келесі тапсырма суретте көрсетілген реакцияны жазыңыз. Так, бұл жерде мырыштың цинк плюс H хлор, цинк
хлор 2 және сутек газы бөлініп жатыр. 2000 моль мырыш ергенде түзілетін сутектік көлемін есептеңіз. Так, 1 моль болған кезде 22,4 литр болады. 2 мольда x деп алайық. Осы жерден x-іміз тең 2 көбейтілген 22,4, сонда 44,8 литр жауабы. Ары қарай суды ыдырату арқылы сутек алу реакциясын жазыңыз. 2H2O 2H2 және оттек газы. Келесі тапсырма: оттектің екі химиялық қасиетін жазыңыз және түзілген өнімнің атын көрсетіңіз. Так, цинк плюс O2 тең цинк O. Әрекеттесеміз, бұл жерде түзілген өнімнің атын көрсетеді. Мырыш оксиді. Енді калиймен әрекеттестірейін. Калий 2O 2 және 4. Калий оксиді. Келесі тапсырма: суретте қарап қолбадағы газды анықтаңыз және себебін түсіндіріңіз. Так, бұл жерде шоқталған шырпы. Шырпы қолбаға енгізілгенде қайта жанады. Жанады, себебі қолбада. Жануды қолдайтын. Оттек газы бар. Келесі тапсырма: озонға тән тұжырымдамаларды белгілеңіз. Малярлық массасы 48-ге тең, түсі жоқ, көгілдір түсті. Так, малярлық массасы 48, O3 тең 16 көбейтілген 3, 48. Түсі жоқ, көгілдір түсті. Малярлық массасы 32-ге тең, дұрыс емес. Өзіне тән өткір иісі бар газ. Химиялық белсенділігі жоғары, тыныс алуға жарамсыз. 1, 3, 5, 6, 7. Келесі тапсырма: озон қабатының бұзылу себебін қандай жазыңыз дейді. Озон қабатының бұзылуы. Так, мен дұрыс жауабын жазып қойдым жерге. Озон қабатын фреондар бұзады. Ол атмосфераға түскенде хлор атомынан ыдырап, озон молекулаларын жояды. Авиация мен ғарыштық ұшулар да озон қабатының бұзылуына үлкен септігін әсерін тигізеді.